Атым Майра. Менің атым Арсен. Менің атым Нұрсұлтан. Қарындасымның аты Бексана болады. Менің атым Нұрсаян. Мереке күндері ең басында үй жинаудан басталады. Әрине, бәріміз жабылып үй жинаймыз. Кухняда көмектесеміз, тамақ, салат пісіреміз, сосын столға отырып бәріміз кешке тамақ ішіп, әңгіме айтып, сөйтіп отырамыз, әңгімелесіп, солай мерекелерді қарсы аламыз. Оның өзі бір үлкен жұмыс болып кетеді. Стол жинау, сосын оны қайтан қою, жинау, посудан жуу, кәдімгідей ыдыс-аяқ көп болады. Оның бәрін жуамын дегенше кезек-кезек жуады. Іні қарындастарым, мен қазір қалада емеспін көбінесе. Сондықтан кезек-кезек жуады. Әділет, Нұрсая, Арсен үшеуі. Кешкі астың посуда жууға 30-40 минут сондай кетеді. Мен басқа адамдар тоқтардан кейін посудан жуған кезде 20 минуттан жуып тастауды, мә шаршадым дейді да. Күн сайын екі мәрте асып тұрмыз. Сондай күндері көбінесе оларда корпоративтар болады, сондықтан олар кешке дейін видео болмайды. Өзіміз бала-шағамен қараймыз, бірімізді жатқызып деген. Каждую неделю все вместе убираемся дома. Сестренки, братья. А родители вообще не прикасаются к уборке, сами все делают. Тамақты шешеміз пісіреді. Мен анда-санда келген кезде пісіріп тұрамын. Шешем шаршаған көрген кезде өзі менен сұрайды, пісіре аласың ба, ертеңге мен шаршап тұрмын дегенде. Сондай кезде мен пісіремін. А так, негізі шешеміз пісіреді тамақты. Көбінесе тамақ жасау кезінде мама сабақ жұмыстан кейін келеді да. Ол уақытында, келе жатқан уақытында морковканы ашып бер, турап бер, картошканы ашып бер деп жүреді. Бірақ кейбір күндері болады, шаршайды, айтады, бүгін тағам сен деп берші дейді. Біз оған қарсы шықпай, болсын, оқтаймыз, Папамен жүргенде, жұмысына барғанда былай пойызда жөндейтін жерді темір жолды көрсетіп айтып тұрады маған. Бір жаққа шығатын кезде оның өзі бір айқай-шу болады. Мынау дайынсың ба, сен дайынсың ба? Біреу дайын болған кезде екіншісі дайын болмайды. Керісінше екінші дайындалып жатқан кезде үшіншісі дайын болмайды. Сондай бір-бірімізді күтіп дайын болған. Шығамыз дегенше бір сағат кететін шығар, ең аз дегенде. Сөйтіп барамыз. Қайтқанымызда сол кетер алдында шашылып кетеді әйтеуір. Мынау қайда деп сұрап. Солай бір жаққа шығамыз, сыртқа шығамыз. Қайтқан соны жинаймыз барып қайтадан. Мысалы, Алматыға барғанымыз бар. Осы 1-2 жыл бұрын 2-3 машина болып шықтық. Жол ұзақ болды, бірақ жол ұзақ болғанмен де қызық болды. Көпшілікте бардық. Әр жерлерде тоқтап, тамақ ішіп, әңгіме айтып, суретке түсіп, Балқашта тоқтап, шомылып, солай асықпай Алматыға дейін жеттік. Ол жақта да барып, Көлсайға барғанымыз бар. Көлсайға да тура сол 3-4 машина болып шығып, әр жерде тоқтап, суретке түсіп, әлі күнге де суреттеріміз бар. Қай жерде екенін есімде жоқ, бірақ бар. Солай өте қызық, үлкен отбасы болып барып қайтамыз.